Сәлем құрметті достар, бұл су құйғыш белгісіне арналған 2025 жылдың мамыр айына толық жылды жорамал. Қымбатты су құйғыштар, мамыр айы сіздер үшін біріншіден жаңалықтарға толы ай болады және жылдам шешілетін оқиғалардың кезеңі. Көптен күткен сұрақтар, соның ішінде ақпан мен наурыз айында басталған процестер, шаруалар, сұрақтардың барлығы енді қазір мамыр айында нақты нәтижесін береді. Жеке өмір, жұмыс, құжаттар, көшу немесе әлеуметтік мәртебе, осының бәрі қозғалысқа келеді қазір. 1-10 мамыр аралығында Меркурий планетасы сіздің 3-ші үйде болады. Меркурий ол бізде ақпарат, құжат, саяхаттар, коммуникацияға жауапты. Бұл жерде, бұл кезеңде 1-10 мамыр аралығында сізде қысқа сапарлар болады, немесе іс сапарлар болады. Құжаттар рәсімдеу, жеке куәлік қайта шығару немесе виза рәсімдеу, келісім шарттарға отыру, қабылдау тіркеу процестері аяқталады қазір. Егерде әсіресе университетке, институтқа түсетін болсаңыз, немесе жаңа кәсіп бойынша оқитын болсаңыз, қазір сондай нәрселерді рәсімдеп тіркеуден өтуге өте сәтті уақыт. Ақпан наурызда басталған көп бюрократиялық ұйымдастырушылық істердің барлығы, егерде сол кезде тоқтап қалған болса, немесе орнынан жылжымай тұрған процестер болса, соның бәрі мамыр айында сәтті оң жағынан сіз үшін шешілетін болады. Көптен күткен хаттар болуы мүмкін. Сондай ақ хабарлар келеді. Туысқандар болсын, немесе шетелден болсын, жұмысыңызға қатысты, оқуға қатысты хабарлар келуі мүмкін. Күтпеген кездесулер болады. Сізге көмек беретін адаммен жолығасыз осы арада. Келесі 10-26 мамыр аралығында Меркурий планетасы сіздің 4-ші үйде болады. 4-ші үй бізде үй мен отбасы, мүлікке байланысты, сондықтан бұл кезеңде сіз отбасымен қаржылық, тұрмыстық тақырыпта сөйлесесіз. Кейбір нәрселерді мүмкін өзгерткіңіз келеді. Тұрғын үйге қатысты құжаттармен жұмыс жасайсыз. Келісім шарттар, жалға беру үйді, немесе жалға алу, немесе үйдің үшін жөндеу жұмыстары болуы мүмкін. Және үй сатып алуыңыз мүмкін. Қазір мысалы ипотека рәсімдеуге де жақсы сәтті уақыт. Үйге техника, жиһаз сатып алуға жақсы уақыт. Қазір бұл айда бұған дейін жаңағы Меркурий ретроградта болады дегенді адамдар көп естіп, басқа айларда осыған дейін жұлдызнама жазғанда кейде айтып жатады, немесе комментарийда жазып жатады. Осы бітпейді екен ретроградта деген сияқты. Қазір мамыр айында барлық жаңағы сатып алуға, дүкен аралауға, әсіресе үйдің ішіне дүние, жақсы техника сатып алуға, немесе оны жаңартуға өте қолайлы уақыт. Себебі жақсы бағамен, жақсы сапамен нәрсені, өзіңіздің іздеген, қалаған нәрселеріңізді қазір оңай табасыз. Мүмкін үлкен жеңілдікпен алуыңыз мүмкін. Сонымен қатар 4-ші үй бізде туысқандар, сондықтан сіздің тарапыңыздан сіз туыстарға көмектесуіңіз мүмкін, немесе үйге қонақ шақырасыз, үйге қонақ келеді. Кейбір бұл жерде отбасымен егерде қиын қандай да бір әңгімелер болса, сол әңгімелердің барлығы қазір жақсы жағынан шешілетін болады. Яғни түсініспеншілік, қандай да бір түсініспеншілік тумайтын болады. Барлық қарастырған сұрақтар, немесе туысқандармен қандай да бір әңгіме болса, мысалы маңызды сіз үшін, оның барлығы қазір сәтті жақсы жағынан бітеді. Келесі Венера планетасы сіздің 3-ші үйде болады мамыр айына. Яғни айдың басынан соңына дейін сол 3-ші үйде болады. Венера бізде әдемілік, эстетикалық планета. Бұл жаңағы айтылғандай жақсы жаңағыдай техника, телефон, сағат, әшекейлік заттар, көзілдірік, мысалы жаңа аксессуарлар алуға жақсы уақыт. Әсіресе егерде бұл аксессуарлар, сатып алатын нәрселер сіздің стиліңізді өзгертетін болса, немесе сізді басқа жағынан жақсырақ көрсететін болса, яғни имиджіңізді өзгерткіңіз келеді мүмкін. Сондай нәрселерге қазір жақсы уақыт. Себебі бұның барлығы адамдардың сіз туралы көзқарасына
ойды өзгертетін болады. Яғни сіз сапалы нәрсе алғаннан тек қана жалғыз ол киім немесе заттың өзінен ғана емес пайданы, сонымен қатар сол зат арқылы немесе сол аксессуарды тағып бір жерге барған кезде интервью болсын жұмыс орнына немесе басқа да жер болсын, өзіңіз туралы адамдарға өте жақсы, өте басқаша күтпегендей көзқарас қалдыруыңыз мүмкін. Сонымен қатар бұл кезде көршімен, туыспен, әріптеспен жақсы қарым-қатынас орнайды. Тұрғылықты жақындасқан адамдармен өте жылы байланыс болады. Эмоциялық қанағаттану көп болады, яғни қуанышты жаңалықтарға толы бұл кезең. Венераның 3-ші үйде болатын кезеңі. Яғни бүкіл мамыр айы бойына сізде қуанышты жаңалықтар көп болады. Қатты қуанатын эмоциялық күндер көп болады. Және жазбаша жұмыс болуы мүмкін, келісімдер табысты болады. Егерде жұмысыңыз немесе айналысатын кәсібіңіз жазумен байланысты болса, жазушылар болсын, журналистер болсын, мүмкін интернетте копирайтерлік жұмыс, мысалы әртүрлі жазуға байланысты жұмыстың барлығы қазір үлкен табыс әкеледі. Білім алу, жаңа білім алу, ақпарат бөлісудің өзі тиімді болады. Егерде жұмысыңыз мысалы маркетингпен байланысты болса, немесе адамдармен жаңағы сату, алу, продажа жаңағы сатумен байланысты болса, сол жерде де өте көп табыс болады. 12 мамыр күні толық ай аспанда, 12 мамырда толық ай саршаян белгісінде болады. Ал сіздер үшін су құйғыштар сіздің 10-ші үйде болады толық ай. Толық ай бізде барлығын қорытындылайтын уақыт, сондықтан бұл кезде 10-ші үй бізде біздің статус, ол біздің жұмыс орны, ол біздің құжаттар. Сондықтан бұл кезде жұмыс пен карьераға қатысты шешімдер қабылдайсыз. Қоғамдағы мәртебеңіз өзгереді, статусыңыз. Және бұл кезде әкеңізге, атаңызға, үлкен ағаңызға, немесе басқа да әсіресе еркек адамға қатысты сізде маңызды диалогтар болуы мүмкін бұл жерде. Сонымен қатар мемлекеттік органмен байланыстар жақсы өтеді. Рәсімдеу, тіркеу немесе сұхбат өту. Егерде мемлекеттік органдарға жұмысқа тұратын болсаңыз, қазір соның барлығы сіз үшін жақсы өтеді. Яғни бұған дейін тұрып қалған процестер болса, қазір толық айда оның барлығы тіркеліп соңына келеді. Қызметтік құжаттар, анықтама ала аласыз оңай, егерде бір жерден анықтама күткен болсаңыз. Шешімдер мен құжаттардың нәтижесін көретін боласыз, бір сөзбен айтқанда. Және бұл уақытта энергияңыз да жоғары болады, бірақ сонымен қатар жауапкершілікті де өзіңіз көп сезінетін боласыз. Яғни өзіңізге көп жауапкершілік аласыз, бірақ әрине оның барлығы тек жалғыз жауапкершіліктің өзі келмейді. Сонымен қатар сізде жаңағы деңгей, өмірдің бір саты жоғары көтерілгендей боласыз. Яғни басқа жұмыс, жаңа статус, жаңа жұмыс, немесе тіпті егерде жұмыс жасамайтын үйде отыратын адам болсаңыз, оны қалай болжамдауға болады? Мысалы, мүмкін сізде жаңа статус, ана ретінде жаңа статус болады, немесе әже ретінде, ата ретінде жаңа статус. Яғни үйде бала туылса, мысалы, сіз жаңа рөл атанып, соның өзінде де жаңа статусқа көтерілу болып саналады. Яғни сізде бір саты жоғары жауапкершілік те күшейеді деп айтуға болады. Келесі Марс планетасы 7-ші үйде. Марс планетасы сіздің 7-ші үйде ай бойына болады, яғни мамырдың басынан соңына дейін. Бұл кезде кішкене сізге қарсы пікірдегі адам пайда болуы мүмкін. Кішкене келіспейтін сізбен іскерлік бәсекелестік болуы мүмкін жұмыс орнында. Немесе клиент, егерде сіз кәсіпкер болсаңыз, жеке кәсіпкер, онда клиенттермен кішкене конфликт, шиеленістер туындауы мүмкін. Әсіресе жанжал тудыратын адам сіздің күйеуіңіз, әйеліңіз, немесе әріптесіңіз, немесе серіктестік адам. Яғни күнде бірге жұмыс жасайтын, немесе бірге тұратын адамдардың біреуі болуы мүмкін. Бұл одан қорқудың ешқандай керек жоқ. Бұл сондай тексеру кезеңі деп аталады. Себебі
серіктестік, жаңа қарым-қатынас сияқты нәрселер бір тексеруден өтеді. Яғни сенімділік, қаншалықты сіз немесе сізге сенеді, қаншалықты сіз өзіңіздің шекараңызды белгілей аласыз. Личные границы деп айтады ғой, өзіңіздің жеке шекараңызды сізбен қалай мысалы болады сөйлесуге немесе сөйлеспеу керек деген сияқты. Және сіз өзіңіз жұрттың өзге жаңағы уақытын құрметтейсіз бе, жұрттың өзге жаңағы шекарасын, жеке шекарасын құрметтейсіз бе? Осындай сұрақтардың барлығы қазір тексеру кезеңінен өтеді. Және бұл уақытта 2024 жылдың қазан айынан бастап айында басталған қарым-қатынастар сабақтары аяқталады. Яғни алдыңғы жылдың қазан айынан бастап қандай да бір қарым-қатынаста, ол жеке болсын, ол жұмыс орнында қарым-қатынас болсын, қандай да бір егер де қиыншылықтар болған болса, қазір соның бәрі аяқталатын уақыт. Сондай-ақ ынтымақтастықпен тең құқықты диалог орнатылады, және соның нәтижесі табыс кепілі болады. Және бұл жерде жаңағы Марстың 7-ші үйде болуы кейде провокациялық моменттер болуы мүмкін. Қазір айтады ғой психологтар, триггерлейді, адамды өзінен тітіркеніп бір нәрсені немесе жеркенішті қарайтын болсаңыз, кейбір сұрақтарға, кейбір нәрселерге жыныңызға тиіп деген сияқты сізге ұнатпайтын мысалы сондай сұрақтар болса, сондай жаңалықтар болып жатса, сондай біреудің әңгімесі болып жатса, ондай нәрсеге қазір жауап бермеген дұрыс, және тіпті өзіңіздің назарыңызды аудармаған дұрыс. Сабыр сақтау керек, өзіңізді ондай ортадан немесе сондай әңгімені бастайтын адамнан өзіңізді әрірек ұстаңыз. Диалог бастаудың керегі жоқ. Себебі сіздің энергияңызды тек бостан босқа алатын болады. Ешқандай ол сізге нәтиже әкелмейді. Сондықтан осы айда қандай да болсын провокациялық нәрселерден өзіңізді әрі ұстаңыз. 15 мамырда Юпитер мен аспанда түйіндер қорытындылайды көптеген нәрселерді сіздің өміріңізде. Әсіресе бұл кезеңде біз осыдан 2 жыл бұрын, яғни 2023 жылдың мамыр маусымында қабылданған шешімдеріңіздің бағалау сәті болады қазір. Яғни осыдан 2 жыл бұрын үлкен бір өміріңізде бір кезең басталған болса, бір қандай да бір үлкен шаруа немесе жаңа жолға түскен болсаңыз сол кезден бері, дәл қазір 2025-тің көктемінен шілдеге дейін деп айтуға болады, шілдеге дейін сіз сол кезде басталған шаруаның немесе қандай да бір процестің, сұрақтың қазір қорытындысын көресіз, немесе соны қалай аяқтау керектігін қазір басыңызға әртүрлі идеялар келе бастайды. Және бұл арада 15 мамыр аралығында қаржылық есеп, үнемдеу немесе жұмсау стратегияларын қайта қарастыратын боласыңыз. Яғни өзіңіздің ақшаңызды қайта санап, қай жерде не салып жатырсыз, қай жерде нені жинап жатырсыз, қай жерге жұмсап жатырмын деген сұрақтармен айналысасыз. Бұл кезеңде балаларға немесе оқуға қатысты кеткен шығындарды қайтып санауыңыз мүмкін. Және алдыңғы уақытта болашақта даму стратегиясын түзетуге жақсы уақыт. Сонымен қатар сапарға шығу, виза рәсімдеу, білім, инвестиция шешімдеріне жаңағыдай тағы да түзетулер жасатуға болады. Егер де қандай да бір өзгерістер енгізгіңіз келсе, мысалы ойыңыз айнап қалып, мысалы бір жерге баратын болып, енді қазір басқа мемлекетке барам десеңіз, немесе жоспарлаған сапарды бармаймын, оны жаңағы басқа айға қоямын десеңіз, яғни қазір мамыр айында дұрыстап барлық мақсаттарыңызды қойған немесе алда тұрған жоспарларды түзеуге, кішкене өңдеуге, яғни өзгертуге өте жақсы уақыт. 17-25 мамыр аралығы аспанда 3 планета, күн, Меркурий және Уран планеталарының қосылып жүрісі жылдың жаңару циклының басталуына келеді. Сіз үшін саршаяндар ол үй, отбасы және тұрмыс саласындағы жаңару болады біріншіден. Сонымен қатар әрине үйге, тұрмысқа байланысты болғандықтан телефон, жаңағы айтылғандай техника, интерьерді жаңарту өте жақсы өтеді.
өмірлік көзқарас, жоспарларыңыз өзгереді. Және бұл кезде өте маңызды нәрсе, 2018 жылдан бері Уран планетасы сіздің өміріңізге қандай да бір тұрақсыздық әкелген. Енді соның бәрі бітеді. Ол да шілдеге дейін болады. 7 шілдеге дейін, егер 2018 жылдан бері өміріңізде қандай да бір тұрақсыздық болған болса, ақшалай болсын, немесе қарым-қатынаста болсын, қазір соның барлығы бітеді. Немесе денсаулыққа да байланысты болуы мүмкін. Бірақ сізде 6-шы үйде ешқандай мына жерде көп қозғалыстар жоқ. Сондықтан көбіне менің ойымша ол сізде немесе жаңағы ақшаға, яғни жұмыс орнына, немесе сіздің бизнес кәсіпке байланысты болады, немесе жаңағы романтикалық қарым-қатынасқа байланысты болады. 2018-ден бері шешілмеген нәрсе болса, қазір сол сферада сіз тұрақтылық табатын боласыз 7 шілдеден бастап. Және көптеген құрылымдар өміріңізде қалпына келеді, яғни барлық жерде тұрақтылық орнайды. 26-27 мамырда жаңа ай туады. Сіз үшін суқиғыштар бұл сіздің 5-ші үйде болады. 5-ші үй біздің хоббиға байланысты. 5-ші үй ол негізі бақыттың үйі және балаларға байланысты. Сондықтан бұл уақытта жаңа ай туған кезде мамырдың соңында сіз жаңа хоббимен айналысасыз, немесе шығармашылық жасауға шабыт келеді. Шығармашылық деп тек қана өнер адамдарына қатысты нәрселерді ғана айтпаймыз. Шығармашылықты адам өзінің өмірінің көптеген салаларына енгізуі мүмкін. Қарапайым жұмыста да, қарапайым үйде отыратын адамда да, мысалы үй үшін ұстап отырған, мысалы әйел адамның өзі гүл отырғызса да, соның өзінде де қандай да бір шығармашылық шабыттар келуі мүмкін. Үйдің ішін мысалы жаңарту, интерьерді өзгерту сияқты нәрселер барлығында хобби ретінде қарастыруға болады. Әрине махаббатқа да бұл жерде орын болады, себебі 5-ші үй ол бақыт пен махаббат қолма-қол жүреді. Балалармен байланысты көптеген жоспарлар болады бұл кезде, мамырдың соңында. Әрине бұл саяхат, әрине бұл мерекелерге байланысты көтеріңкі көңіл күй болады бұл кезде. Жеңілдік болады, сізде жеңілдік сезімі, жаңа эмоциялық импульстар көп болады. Идея мен шабыт келеді көптеген нәрселерге. Яғни жаңа айда осындай өте жақсы энергия болып тұрғанда, өте жақсы өзіңіз көңіл күйіңіз көтеріңкі болған кезде, міндетті түрде өзіңіздің жоспарларыңызды қайта қараңыз, немесе оның үстіне қосып, осыған дейін ойламаған армандарыңызды да қайтып жазуға болады. 25 мамырда Сатурн планетасы сіздің 3-ші үйге өтеді. Бұл процесс 2025-тен туна 2028 жылға дейін жалғасатын процесс. Яғни қазірден бастап алдыңғы 3 жылға. Бұл сіз үшін уақытты дұрыс ұйымдастыру қазір сізге негізгі міндет болады. Яғни осы жылдан бастап сіз жаңағы продуктивность деп айтамыз ғой, өзіңіздің уақытыңызды ұйымдастырып қана емес, өзіңіздің уақытыңызды сіз сапалы өткізгіңіз келеді. Бостан босқа уақытыңызды әрбір нәрсеге жойғыңыз келмейді, сол туралы ойлайтын боласыз. Және қарым-қатынаста да сапалы ету, қандай да бір нәтиже үшін жұмыстанғыңыз келеді. Тек қана біреумен мысалы романтикалық кездесулер болып қоймай, ары қарай сол адаммен болашақты ойластыру, ары қарай мүмкін сіз отбасы құруды ойлайтын шығарсыз, немесе осы адаммен отбасы құра алам ба деген сұрақтар болатын шығар. Жұмыс орнына айтатын болсақ, осы жерде мен мысалы 5 жыл немесе 10 жыл аралығында жұмыс жасайын ба, әлде қазір мен сол сфераны ауыстыру керекпін ба деген сұрақтар болуы мүмкін. Яғни қазірден бастап сіз алдыңғы уақытыңызды, өзіңіздің өміріңізді, уақытты қалай өткізіп жатырсыз, сол туралы сізде көптеген ойлар болады. Осы 3 жылдық тәртіпті саналы даму кезеңі басталады. Жеңіл білім мен қарым-қатынас енді терең, нақты деңгейге өтеді сізде. Қаржылық қысым азаяды, орнына жүйелілік келеді, яғни
қаржыда да сіз ақшада да бір система өзіңіз үшін жүргізетін боласыз. егер де бұған дейін қалай болса солай жүргізген болсаңыз, немесе қарамаған шығарсыз, санамаған шығарсыз, қазір уақытыңыз да өзіңіздің энергия ресурстарыңыз, ресурстың ішіне энергия да жатады, бірақ жаңағы материалдық қаржы да жатады. Соның бәрін мен қайда жұмсап жатырмын деген сізде ой болады. Сол оймен қазір алдыңыздағы 3 жылға үлкен бір ревизия жасайсыз. Мамыр шілде аралығында Юпитер Сатурн қақтығысының аяқталуы болады. Бұл кезеңде, яғни мамырдан шілде айына дейін осы 2 айдың ортасында алдыңғы жылғы 2024 жылдың жазынан бері сезілген шектеулердің шешімі табылатын уақыт. Яғни егер де алдыңғы жылғы жаздан бері қандай да бір нәрселерде өзіңізге шектеулер қойылған болса, қазір оның бәрі бітеді. Қазір сізде еркіндік болады. Өзіңіз қалаған нәрсені жасауға, өзіңіз қалаған нәрсеге жетуге, ішкі және сыртқы тосқауылдар жеңіледі. Және баланс пен даму арасындағы тепе-теңдік қалпына келетін болады. Мен ұзақ айтып кеткен сияқтымын, бірақ қорытындылайтын болсақ, су құйғыштар, сіздер үшін қазіргі уақыт, яғни мамыр айында шешім қабылдау, жаңару, жеңілдік және даму айы. Оның үстіне су құйғыштар, сіз өзіңіз білесіз, мүмкін біреулер білмейді, айта кетейін, су құйғыштар бұл новаторлар. Бұл адамдар барлық осы 12 зодиактың арасында ең көп дүниеге, мысалы, жаңалықты әкелетін адамдар. Жаңа идея, тек қана идея емес, көптеген, мысалы, өзіңіз зерттеп қарасаңыз, мысалы, ғылымда да көп су құйғыш болған ғалымдар дүниеге көптеген жаңа нәрселер әкелген. Сондықтан қазір сізде өз өміріңізді толықтай жаңартуға барлық мүмкіндіктер бар. Қарым-қатынас, жұмыс, отбасы, ақша, шығармашылық бәрінде де қозғалыс болады. Маңызды құжат, тосын жаңалықтар, күтпеген кездесулер. Үйде отырмаңыз, міндетті түрде бір жерге шақырса, далаға шығыңыз, достарыңызбен, әріптестеріңізбен кездесіңіз. Бұл айда бәрі болады және бәрі сіз үшін пайдасын көп әкеледі. Ең бастысы, өзіңіздің жаңа нұсқаңызды таңдауға дайын болыңыз. Құрметті су құйғыштар, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Арнаға жазылып кетіңіз. Арнада 2025 жылға арналған толық жұлдызнама бар. Соны да қарасаңыз болады. Тағы да кездескенше сау болыңыз.